Өткен бейнероликте мифологиялық құдайдың адамға ұқсас екенін көрдік. Бірақ мифологиялық дүниетанымда ақиқат дегеніміз не? Мифологиялық дүниетанымда ақиқат құдайдан бөлек өмір сүрмейді. Ақиқат құдайдың өзі. Мұны кішкентай баланың ата-анасына деген көзқарасымен салыстыруға болады. Бала үшін ата-анасы әрдайым дұрыс. Ол оларды бағаламайды да, сынамайды. Ежелгі адам да құдайға дәл осылай қарады. Құдайдың айтқаны да, бұйырғаны да, істегені де ақиқат. Өйткені құдайдан жоғары тұратын ақиқат жоқ. Керісінше, ақиқаттың өлшемі құдайдың өзі. Сондықтан көне өсиетте адамның міндеті құдайды сынау емес, құдайды тыңдау және оған сену. Бірақ философиялық дәуірде бәрі өзгереді. Ақиқат құдайдан бөлініп, адамның ақылы мен логикасының өніміне айналады. Сол кезден бастап құдайдың іс-әрекетін де адам логикасымен бағалап сынай бастайды. Келесі бейнероликте осы өзгерістің киелі кітаптағы алғашқы көрінісі Ауып кітабын қарастырамыз.